Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге ерте кезден келе жатқан мамандық жайлы айтамыз. Әрине бұл бәріңізге таныс құрылысшы. Уақыт өте келе адамдар жұмыстарын оңайлату үшін және де жақсы нәтижеге жету үшін түрлі техникалар мен әдістер ойлап тапты. Бүгін сіздерге құрылысшылардың Оскарға лайықты 4 алдамшы амалдарын көрсетеміз. Тротуарды бірдей таспен қалап шығу үшін арнайы тас іздеп, оларды қою шарт емес. Тек тастың формасы бар қалыпты алып, раствор дайындап салсаңыз болды. Интернетте жақсылап іздеп қарасаңыз, AliExpress'те бұндай қалыптарды 5-6 мың теңгеге табатын шығарсыз. Тротуар тастарының қалпын салатын валик. Сіздер жолда тротуар тастарының кішігірім жерінің өзін бірнеше күн істеп жатқан адамдарды көрген шығарсыздар. Алайда олар мынандай валиктің бар екенін білмейтін секілді. Себебі бұнымен керекті растворды дайындап, кейін кеуіп қалмай жатып, мына валикпен жүрсеңіз болды. Дәл осыған ұқсас дуалдың кірпішінің де қалпын салатындар бар. Кірпішті қалауға мынандай қолайлы құралдар ойлап табылған екен. Қарап тұрсаң, үлкен көлемді жұмыстарға пайдаланған қолайсыз секілді. Алайда, асықпай істейтін кішігірім дуалдарды қалауға таптырмас құрал. Бейнероликтің басында тротуар тастарының қалпын салатын валик жайлы айтқан едік. Дәл сол секілді, бірдей тастардың, капельдердің пішінін жасауға осындай жұмсақ резиналы қалыптар бар екен. Ол үшін жұмсақ бетонның үстіне қалыпты қойып, үстін басып шығамыз. Кепкен соң қалыпты алсаңыз, біркелкі формадағы тастар шығады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.